Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен кешкі асқа өте дәмді болып шығатын үнді тағамын дайындайтын боламыз. Бір жақта бұны индийский тағамы деп айтады. Сіздер жақта қалай аталатынын комментарийға жаза кетіңіз. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Қамырына ұн, сумен де салқын, сол кезде қамырымыз қаттырақ еленеді. Тұз және де жұмыртқа қажет. Енді суымызға бір шай қасық тұзымызды салып, ерігенше кішкене араластырып жібереміз. Бірінші жұмыртқаны саламын. Жұмыртқа салу маңызды емес, жұмыртқасыз да елеуге болады. Бірақ мен қандай қамыр елесем де көбіне жұмыртқаны пайдаланамын. Жұмыртқаны ұнымызға бір араластырып жібереміз осылай. Енді суымызды аз-аздан құйып отырып, қаттылау қамыр елеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осыны салафанмен орап, жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Жарты сағаттың ішінде қамырды 2 рет елеп басып алсаңыздар болады. Ал енді салмасын дайындап аламыз. Салмасына ет, болгар бұрышы, капуста, кез келген капуста бола береді. Сәбіз, пияз, редька және де картошка қосамын. Ең алдымен етімізді 4 бұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Туралған етті жуып, бірінші қуырамыз. Аз мөлшерде май құямыз. Майымыз қызған кезде етті саламыз. Араластырып, еттің суы тартылғанша қуырамыз. Қалған салмаларды да етті турағандай 4 бұрыштап майдалап турап шығамыз. Еттің суы тартылды, пиязды салып, пияз жұмсарғанша 5 минуттай қуырамыз. Пиязымыз жұмсарды, редька мен сәбізді саламыз. Бір араластырып, жарты ас қасық тұз саламыз. Қалауларыңыз бойынша қара бұрыш, қызыл бұрыш және бір ас қасық томатная пастаны салып, жақсылап араластырамыз. Томаттың қызылы шыққанша тағы бір 5 минуттай қуырамыз. Енді кішкене су құямыз, подливтен кішкене ғана асырып құясыздар. Қақпағын жауып, бір бұрқ етіп қайнағанын күтеміз. Мінекей қазанымыз қайнады. Енді газды баяулатып, баяу отта етті жарты сағаттай пісіріп аламыз. Ет піскенше капустаны, болгар бұрышын және картопты турап дайындап қоямыз. Картопты суы тазарғанша жуып, 10-15 минуттай салқын суға салып қойып қоямыз. Сол кезде картоптың крахмалы шығатын болады. Жарты сағаттай өтті, картоп пен капустаны салып, араластырып, 5-10 минуттай қалдырамыз. Картошкасы піскенше қамырды жаямыз. Қамырымыз жұмсарып дайын тұр. Жұқалап жайып алдық. Енді сұйық маймен қамырды толықтай майлап шығамыз. Мантының қамырын кескенде 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Мінекей дайын. Ең соңынан болгар бұрышын салып, араластырып, үстіне қамырларды саламыз. Ең баяу отта қамырды буға пісіреміз. Мінекей тамамыз дайын. Бірінші осылай бетіндегі қамырларды шығарамыз. Барлық қамырларды тарелканың шет-шетіне салып шығамыз. Ортасын ашық қалдырасыздар, қазір ортасына салмасын салатын боламыз. Салмамызды бір араластырып жібереміз, ортасына саламыз. Мінекей достар, кешкі асымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Оңай дайындалады, әрі құрамы барлықтарыңыздың үйлеріңізден табылатын оңай тағам түрі. Дәмді тағам жасап, отбасыларыңызды әрдайым қуантып жүріңіздер. Рецептім ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.